Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін безе жасаймын. Ол үшін маған жұмыртқаның ақуызы керек. 3 жұмыртқаныкі, менікі 84 грамм болды. Ендеше 2 есе қант аламын. 168 грамм. Шыны ыдыс аламын, немесе темір ыдыс. Тап-таза, майсыз, құрғақ болу керек. Миксердің насадкалары да сондай құрғақ болу керек. Бірінші қантсыз көпіртемін ақуызды. Ең төменгі скорості жұмсақ пикқа дейін көпіртемін. Сонымен міне ақуызды до мягких пиков дейді. Көпірттік, қантсыз. Енді қант саламыз. Ең бірінші кезеңде қантты азырақ салу керек. Бір ас қасықтай. Одан кейін көбейтеміз. Скорості де солай. Төменнен бастаймыз, орташа аламыз, одан кейін жоғарылатамыз. Бастапқы этапта қантымыз жақсылап еру керек. Міне қантымыз мынанша қалды. Әлі көпіртіп жатырмын. Менің миксерімде 5 скорость бар, соны екіншісімен көпіртіп жатырмын. Сонымен ақуызымызды көпіртіп болдық. Енді оны арнайы кондитерлік мешокқа саламыз. Негізі былай алғанда қолдың екі арасында қанттың ұнтағы қалмау керек, бірақ менде 100% қанттың ұнтағы қалмады деп айта алмаймын, арасында бәрібір бар. Менде екі түрлі краска бар, мынандай сухая пищевая краска және мынандай жасыл краска. Мен мына сухая краскадан кішкене салып, бір тамшы су құйып, жидкий қыламын. Су құйып кішкене езіп алдым. Мына жаңа жасыл краска. Енді кондитерский мешок. Үстінде звездочный нашластық бар. Мешок дайындадым. Енді мына красканы алып, мына екі шетінен полоска жасаймын. Былайынан қазір қолыма неудобно болып тұр. Екі жақ шетіне екі красканы былай аза салдым. Щеткамен жаққан дұрыс болар еді. Менде щетка жоқ, сонымен осылай жасадым. Андай противенде дайындап қойдым. Пергаментная бумага салдым. Енді безелерді үстіне қоямын. Безені пісірмайды, оны кептіреді. 70 градустан 20 градус аралығында. Мен 80 градуста кептіретін боламын. Сонымен безелеріміз дайын, енді оны духовкаға қоямыз. 1 сағаттан 2 сағатқа дейін кептіреміз. Негізі бұл құрғақ болып кебу керек. Сонымен меренгаларымыз духовкада 2 сағат кепті, где-то 80 градуста. Тек мен лимон соғын, лимон шырынын, немесе лимон қышқылын қосуды ұмытып кеттім. Ол түсі меренгамыздың түсі ақ болу үшін салады дейді. Немесе қышқыл дәм болатын шығар кішкене. Енді ұмытып кетті біле. Оп, оңай алынады. Былай міне бөлінгенде, міне былай бөлінеді. Қазір бір меренгасын бөліп көрсетейін сіздерге.
не құп-құрғақ, ішін бәрі теп-тегіс құрғақ болыпты. Түсі ақшыл. Маған негізі осы безе жасағанда іші кішкене жабысқақ болып тұрғаны ұнайды. Дәмді болып көрінеді, іші жабысқақ болса. Енді тортты украшать еткенде бәріне келіп тұр. Мынау міне жаңағы екінші лист. Мынаны единорог сияқты қылып жасадым. Красканы уже араластырып, содан кейін құйғам. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.